Ол жерге құрылтайшы 19 адам болып сайланады екен. Олардың аттары, тізімдері бәрі жазылған. Соның ішінде 6,5 миллион теңге сол кездегі түрік ақшасымен қаражат жиналып, бұл қордың мақсаты Түркия қазақтарымен және жергілікті халыққа діни, әлеуметтік, мәдени, экономикалық көмек жасау болып мақсат етілген екен. Осы қол әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Оның сыртында 2017 жылы осы мына диссертацияны уақыф жөнінде зерттеу жұмыстарымен Түркияға барған уақытта, 2 айлық уақытта, сол кезде мына Стамбул қаласында Түркияның жаңағы қазақ кенті, қазақтар отырған жерінде 1992 жылы ашылған Қожа Ахмет Яссауи білім және парасат қоры, уақыпымен жолықтым, сол қорды барып көрдім. Бұл қор 1992 жылы ашылған екен. Бұны қорды ашуға себепші болған 2 ақсақал қазақтың, Абдулхақ Имран мен Құрманияз Йолжы деген ақсақалдар өзінің жерін беріп уақыпқа деп, осы жерде медресе салынсы деп, сол жерде 7 қабат медресе тұрғызылған екен. Мен барған кезде ол Түркияның заңы бойынша 25 жылдан асып кеткен уақытта сол жаңағыдай зілзалаға келмейтін болса, оны қайтадан тұрғызады екен. Ол кезде бұзып тастаған кез екен. Қазір қайтадан осы 1-2 жыл бойы ашылыпты. Осы қор 25 жылдан артық уақытта, яғни ширек ғасырдан артық уақытта 1000-ға жуық шәкірт оқыған екен. Қазақстаннан, Моңғолиядан, Ресейден, Қытайдан қазақтар 1000-ға жуық қазақ балалары сол жерде діни дәріс алған екен. Осы жерде оқып шыққан біздің қазіргі кезде елімізге, дінімізге қызмет етіп жүрген Батыржан Мансұров, Жұмақари Садырханов, Ербол Қари Құдабаев, Сержан Әлібек, Жәкен Омаров, Саясат Көкенай сынды азаматтар қазір еліне адал қызмет етіп жатыр. Алла разы болсын. Осы қордан әлі күнге дейін жұмысын жалғастырып, қазірде 100-ге тарта шәкірттер білім алуда. Бұл қор сонымен қоса Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен меморандум жасасып, Қырғауылды елді мекендегі қыздар медресесіне әлі күнге дейін демеушілік жасап, және Үшқоңырдағы ұлдар медресесіне демеушілік жасап отыр екен. Осы басында айтып өткен, жоғарыда айтып өткен 2 қор әлі күнге дейін жұмысын жалғастырып, уақыт қорлары ана кешегі Сирия, Түркияда қатты болған зілзала кезінде де үлкен көмектерін беріп, үлестерін көмек ұйымдастырып, сондай бір қайырымдылық шараларына атсалысуда. Алла тағала осы біздің шетелде жүрсе де өзінің қазақ халқының жақсы атын шығарып, қайырымды екен, қай жерде жүрсе де қайырымдылық жұмыстарын тоқтатпай жүрген осы бауырларымызға Алла разы болсын. Осындай жұмыстар жемісті болсын. Уақыптың осындай сіздерге әлі де жалғастыра береміз. Шетелдегі осындай уақыптарды, Қазақстандағы уақыт тақырып жөнінде әлі де кеңінен сөз қозғаймыз. Алла тағала баршамыздан разы болсын.